садикқа барғалы 2,5 жасынан бастап барды, қысқа қарай ауыра бастады. Жиіп, одан кейін қайттан ауырады. Уже антибиотикпен емдедік. Укол, пневмония болды. Аллергия бізде неден болды? Ибуфен. Сәлеметсіздер, мен аты-жөнім Ақмарал Әліпбековна. Осында тудым, Семей қаласында, өстім. Енді Семей жайлы айтсам, жолдасым, қызым 5 жарымда, Айсана Қанат. Сол енді өзім, қалай айтсам, индивидуальный предприниматель, уже той бизнеспен айналсам, қыздарды үйретіп билетем. Содан кейін той көйлектері, қыз ұзату көйлектері прокатқа береміз. Осы бизнеспен енді бір 12-15 жыл айналсамыз. Сол енді мен өзім жасым 36-да, күйеуім 38-де. Біз енді бастағалы, садикқа барғалы 2,5 жасынан бастап бардық. Содан бері қысқа қарай ауыра бастады. Бір жұма жазылып барады, бір жұма барады, одан кейін қайттан ауырады. Мынандай прям уже антибиотикпен емдедік. Укол, пневмония болды. Одан кейін аллергия бізде неден болды? Ибуфен. Врач тоже дұрыс назначение берген жоқ, дұрыс түсіндірген жоқ. 4 сағат сайын беріп отырдым температураны түсіру үшін. Негізі 6 сағаттан кейін беру керек екен. Ауырай беретін, соң врачқа айтты, садикті кішкене тоқтатып тұрыңдар. Өйткені иммунитеті слабый, кішкене иммунитетті көтеру керек. Кәдімгідей антибиотик бердік. Соң кейін домашние условия, обильное питье дейді, сол парацетамол, ибуфен сбивать етік. Көбінесе сол жөтел, тамағы қызарып, аллергия денесіне мынандай қызыл-қызыл нелер. Тәттіден аллергия берді бізде. Вот такие вот украшаем, сама вышиваешь. Платье сама не жу. Мен оны Инстаграм ғой. Инстаграм қарайсын. Бірақ қазір айта кетейін енді. Біздің осы Семейде туып өскен Меденов Айдана деген. Біз енді той бизнес және бастағанда айтайын енді. Еділбек аға, Света апай марқұм, олар бізді осылай той бизнесіне кіргізіп, сол кісілер арқылы, енді ол жұлдыз енді, оны Инстаграмын қарадым, апаймен сөйлесеміз, оны сұрадым. Дора Маринді, Айдана, енді шын айтам, енді ол реклама үшін ба, или шындықтан да өз балаларына бере ма деп. Өз балаларына береді, міне бізде басадық, нәтижесі жақсы деді. Соннан бір ойландым, екі ойландым, енді қарайсың ғой, комментарияларды қарайсың, басқа жұлдыздар да береді. Көп, не болса да енді, действительно пайдасы бар екен болған соң, заказ бердік, көрейік деп. Енді бір курсын бізге айтты, енді 12 банк алыныр бірінші рет, тем более сіздерде аллергия болып жатыр, осы часто ауырасыз. Сондықтан бір курсыңызды бірақ алсаңыз дұрыс болушы еді, скидка болды жақсы. Сол жақсы енді, сол баля болды дегендей. Бірақ пайдасы өте пайдасы жақсы. Енді аппетиті жақсы болды. Онша жемейтін бала тамақ. Аллергиясы кетті. Мен соны таң қалдым да, аппетит. Бір енді дәреті, кішкентай дәреті бір 10-15 минут сайын болды. Енді очищение болды ма, күнне үлкен дәретке отырды. Сондай энергиясы прям шығып активная. Соны енді біріншіден енді аллергиясы кетті. Иммунитеті действительно көтерілді. Тамағы, аппетиті жақсы болды. И вообще бір курс міне ноябрьдің кезінде алдық қой деймін, или октябрь. Қыстай міне 12 банка ішіп шықтық. Одан кейін бір жылдай шын айтып, вообще ауырған жоқпыз. Міне қазір. И алдыңғы жыл біз енді қысқыға дайындайық деп баланы алдық, тағы да бір курс алдық.
И биыл тағы да ауыра бастады. Кішкене қазір балалардың бәрі ауырады дейді. Сондықтан тағы да заказ бердім. Өйткені пайдасы маған енді пайдасы бар. Ол өтірік емес, шынайы. Мен өз баламнан өткізген. Енді маған өте ұнады. Қызым да жақсы ішіп отырады. Осы Доромаринді шығарып жатқан компанияға көп рахмет айтамын. Өте пайдалы, өте дәмді. Осы жұмыстарыңыз жемісті болсын. Ары қарай осылай өсе беріңіздер. Жұмыстарыңыз алға бассын. Ең біріншіден бәріңізге денсаулық тілеймін.